Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте дәмді блинді пісіреміз. Ол үшін 1 литр сүтімізді құйып алып, оған 6 жұмыртқаны қосып араластырып аламыз. Қант 5 ас қасық қосып аламыз. Жарты чай қасық тұзымызды қосамыз. Жарты стакан күнбағыс майы және де 1,5 стакан ұнымызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін табамызды алдын ала қыздырып алып, оған күнбағыс майын жағамыз. Тек бірінші пісіргенде ғана блинға осы майды жағып аламыз, қалғандарына керек емес достар. Екінші жағын ауыстырып, қызарғанша пісіріп аламыз. Міне осындай жұп-жұқа әдемі дәмі тіл үйіретін блинларымыз дайын болды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Рахмет.